1 минуттық жұмыс деп саналатын қарапайым іс. Біреулер үшін өмірлік сынаққа айналуы мүмкін бе? Бүгінгі бейнемізде біз өмірдің қарапайым көрінетін сәттерінің артында қандай қиындықтар жасырылуы мүмкін екенін зерттейміз. Көпшілігіміз үшін үйден қоқыс шығару ойланбастан орындайтын шаруа. Бірақ Израильдегі көптеген мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бұл міндет әрбір қадамда тосқауылдарға толы. Біз бұл шынайылықты ашық айтып, сіздермен бірге шешім іздегіміз келеді. Мен де осындай жағдайға тап болғандардың бірімін. Күн сайын физикалық және психикалық жағдайлармен күресуге тура келеді. Тұру, өзіңді күту. Тіпті үй шаруасының ең қарапайым түрлері мен үшін үлкен күшті талап етеді. Бұл қиындықтардың ішінде пәтерімнен қоқыс шығару міндеті ерекше бөлек тұр. Көптеген адамдар мұны 1 минуттық жұмыс деп қабылдаса да, мен үшін бұл мүмкін емес міндет. Мен әртүрлі агенттіктерге, мемлекеттік мекемелерге, ұйымдарға және коммерциялық емес ұйымдарға хабарластым. Әрқайсысынан көмек күттім. Бірақ нәтижесінде бір мекемеден екіншісіне жіберіліп, нақты шешім таба алмадым. Бұл жағдай көңіл қалдырады. Біз мүгедектік зейнетақысымен өмір сүреміз. Сондықтан жеке компанияларға мұндай қарапайым қызмет үшін ақы төлеуге мүмкіндігіміз жоқ. Бұл бейне шағымдану үшін емес, керісінше қоғамның назарынан тыс қалған мәселені жарыққа шығару үшін түсірілді. Мүмкіндігі шектеулі жандардың күнделікті өмірде қандай қиындықтарға тап болатынын көрсеткім келеді. Бұл қиындықтарды тек олар ғана көреді және жалғыз күреседі. Мүмкін шешім біздің қоғамдастықта жатыр. Шағын еріктілер жобасы арқылы немесе қарапайым хабардарлықты арттыру арқылы біз үлкен өзгерістер жасай аламыз. Кейде үлкен өзгеріс кішкентай ғана көмектен басталады. Егер сізде осы мәселеге қатысты қандай да бір шешім, бастама немесе көмек беруге дайын жақсы көрші болса, пікірлерде бөлісіңіз. Бізді тыңдап қолдау көрсеткеніңіз үшін рахмет. Осы мәселе туралы көбірек білу үшін келесі бейнені қараңыз.